Сәлеметсіңдер ме балалар? Ыбырай Алтынсарин әке мен бала әңгімесі. Бір күні әкесі 10 жасар баласын ертіп, егінмен жаяу келе жатса, жолда алдарынан бір сынған тағаны көрді. Балам, ана таған ала салшы, деді әкесі. Бала әкесіне, сынған ескі тағаны не қыласың, деп жауап қатты. Әкесі үндеместен өзі алып, қалтасына сала салды. Қаланың шетіне келгенде темірші ұсталарға барып, бағанағы сынған тағаны 3 тиынға сатты. Одан соң біраз жүріп, шие сатып отырғандардан сол 3 тиынға шие сатып алды. Шиені қағазға орап алып, алдында келе жатып, артындағы баланы қыз бір шиені аузына, бір шиені жерге тастап отырды. Шиені тастағанның үстіне тастай берді. Бала қызыққаны соншалықты әр шиені алу үшін жерге еңкейгеннің үстіне еңкейе берді. Әкесі артына бұрылып, көрдің бе, жаңағы сынған тағаны алуға 1 рет ерініп едің, енді сол алу үшін 10 рет еңкейдің. Бұдан былай есіңде болсын, аз жұмысы қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың, азға қанағат білмесең, көптен де құр қаласың, деген екен.